Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Сандуғаш бүгін хит болған карамельный пирогтың оңай әдемі жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Ал ендеше керекті заттарымызды осылай дайындап аламыз. Қант, мінекей бөлме температурасында еріп тұрған сары май, разрыхитель, ұн және жұмыртқа қажет болады. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып араластырып қоямыз, оны бірге қосатын боламыз. Мінекей ендеше ыдысымызға міндетті түрде осындай бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып аламыз. Мінекей сары майымызды салып алған соң, оның үстіне жұмыртқамызды, қантымызды, мінекей барлығын салып, бір қалыпқа келгенше араластырып аламыз. Кішкене қанты ергенше араластырған дұрыс болады. Мінекей араластырып алдық. Енді үстіне ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей ұнның барлығын салып алдық. Енді қолымызбен жұмсақ әдемі қамырымызды илейміз. Мінекей достар, өте оңай, өте жылдам. Осындай әдемі эластичный қамырымыз дайын болады. Мұны біз арасындағы салмасы дайын болғанша мінекей пакетімізге, пленкамызға салып, холодильникке салып қоятын боламыз. Я морозильникке салсаңыздар да болады. Кішкене қатса әдемі болып шығатын болады. Мінекей енді арасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Мінекей қаймақ 20%-тен жоғары, сосын осындай вареный сгущенка, менде 12%-тігі. Мінекей осындай түрі және 2 жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызға қаймағымызды салып аламыз. Қаймақ, мінекей вареный сгущенка, бұны да қосып аламыз. Міндетті түрде осы вареный сгущенканың жақсы сапалы түрін пайдалансаңыздар өте әдемі шығады. Және 2 жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Барлығын бір текте етіп араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы қолмен, венчикпен жасалынады. Ешқандай миксерді қажет етпейді. Өте оңай, қарапайым, ерекше дәмді пирогтардың бірі. Мінекей осы уақытта енді морозильниктегі қамырымызды алып жайып алатын боламыз. Морозильникте көп ұстамаңыздар, қатты қатып қалатын болса, жаюыңызға ыңғайсыз болады. Мінекей енді қатты жұқартпай, қатты қалыңда етпей, осы табанның диаметріне сай көлемде жайып алатын боламыз. Сол табанның диаметрінен кішкене ғана үлкенірек көлемде етіп жайып аламыз. Мінекей жайып алдық. Менде бұл жерде табанның диаметрі 22 диаметр. Осы рецептпен 22-24 диаметрдегі табаларға қолдансаңыздар болады. Табамызды жақсылап майлап алатын боламыз. Барлық шетіне толықтай жеткізіп майлап аламыз. Сол кезде піскен уақытында пирогымыз оңай алынатын болады. Мінекей оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып, барлық шетіне, бортиктеріне де жеткізіп, әдемілеп, тегістеп шығатын боламыз. Өте оңай жасалынады, көріп тұрғандарыңыздай. Барлық шетіне жеткізіп, бортиктерін шығарып, артық қамырларын осылай қолымызбен басып, шетінен алып тастасаңыздар болады. Мінекей артық қамырларын алып тастаймыз. Барлық шетін бірдей етіп, тегістеп, дайындап аламыз. Осы уақытта біз пешімізді алдын ала қосып, қыздырып, дайындай беретін боламыз. Мінекей дайындап алдық, енді арасындағы салмамызды құйып аламыз. Барлығын құйып алған соң, енді алдын ала қыздырып қойған пешімізде 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Мен осындай қарапайым ғана әсел пешінде пісіріп алдым. Мінекей осындай кішкене көтеріліп піседі. Суыған соң мінекей басылып, бір тегіс болып әдемі шығады. Міндетті түрде суыған соң қалыптан ажыратыңыздар. Суығанын күтіңіздер. Сол кезде өте әдемі оңай алынады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай оңай ажыратып аламыз. Мінекей астындағы қалыпты осылай оңай түрде алып алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді бетін кез келген креммен өзіңіз қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Тіптен ешқандай крем пайдаланбасаңыздар да болады. Мен осындай кремнің түрін
пайдаландым, осылай бетіне жағып шықтым. Сіздер олай жасамасаңыздар да болады. Өте дәмді болады, міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Мінекей қарап көрсеңіздер, бұл жерде өте әдемі болып шықты. Кескен кезде де арасы білінбей, қамыры да мінекей тестасы да білінбей өте әдемі шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған, менің жолдасыма өте қатты ұнаған пирогтардың бірі болды. Жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, ұнап жатсақ, рецепт ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Менің арнамда басқа да көптеген пирогтардың, түрлі сусындардың, тағамдардың түрлерін таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.